Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет пайдалы, өте дәмді болатын паштет жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бауыр керек. Менде мына жерде бауыр блендерден өткізілген бауыр. Сіздер блендерден өткізбей кусок-кусок қылып да жазсаңыздар болады. Ең бастысы алдын ала бауырды тазалап, пленкасын алып турап аласыздар. Ары қарай бізге сарымсақ, тыква, сәбіз және пияз қажет болады. Қызып тұрған табамызда мен кахи майын ерттім. Сіздер қалауларыңызша кез келген майменен қуырсаңыздар болады. Осылай бауырымызды салып, бірінші қуырып аламыз. Менікі блендерден өткізілген бауыр болғандықтан, қазір мына жерде қуырған кезде фарш сияқты болып қалады. Ол да нормально. Егер сіздерде кусочек болса, тіпті жақсы. Менің мамам осылай заранее блендерден өткізіп дайындап қойған ғой. Ары қарай енді осындай көкөністерімізді салып, араластырып, тұзымызды, бұрышымызды, дәмдеуіштеріңізді өз дәмдеріңізге қарай қосып, әдемілеп араластырып, қақпағын жауып, жарты сағатқа өзінің согына бұқтырып қоямыз. Пока ешқандай су қоспаймыз, көресіздер. Егер өзінің соғы жақсы шығып жатса, онда қажет емес. Мінекей өзінің согына жақсылап бұқтырылып жатыр. Жарты сағаттан кейін тағы да алып көреміз. Егер қажет болып жатса, аз ғана су қосып, қайтадан бетін жауып қойсаңыздар болады. Тағы да 10-15 минуттан кейін қарайсыздар, міне согы көбірек болып шықты су қосқандықтан. Ол біздің паштетіміздің сондай однородный болуына жақсы септігін тигізеді. Блендеріміздің ыдысына дайын болған массамызды салып, бір келкі етіп блендермен өткізіп аламыз. Менің осы жерде соткам өшіп қалыпты, сол үшін көрінбей қалды. Мінекей осындай блендерден өткізілген бауырымыз паштет болып шықты. Қараңыздаршы, қандай нежный, әдемі. Бауыр жемейтін балаларыңызға таңғы асқа осылай паштет жасап берсеңіздер, мінекей вафлиге, нанға жағып жегенге өте дәмді және пайдалы. Каналымда дәмді әрі өте пайдалы рецепттер көп болады. Сол себептен тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып қойыңыз. Ас болсын.